Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер тарауын жалғастырамыз. Өткен видеода біз стихиометрия ұғымымен таныстық және реакцияға қатысатын заттардың біреуінің массасы, көлемі немесе құрылымдық бөлшектер саны берілген болса, біз екінші заттың немесе өнімнің тап солай массасын, құрылымдық бөлшектер және көлемін стихиометриялық қатынас арқылы табуды үйрендік. Ал бүгін біз реагенттердің біреуі артық мөлшерде алынғанда өнімнің массасын, құрылымдық бөлшектер санын, немесе өнім газ болса, оның көлемін табуды үйренеміз. Және бұл үшін біз осы стихиометриялық қатынасты қолданамыз. Ең бірінші біз қарапайым мысалдан бастайық. Мысалы, сіз сэндвич жасағыңыз келеді деп есептейік. Сэндвич жасау үшін сізге 2 тілім нан және 1 тілім ірімшік қажет екен. Егер бұл сіздің рецептіңіз болса, онда бұл процесті біз химиялық реакция ретінде былай жаза аламыз. Яғни 2 тілім нан қосылған 1 тілім ірімшік тең болады 1 сэндвич. Бұл теңдеуде 1 тілім нан және ірімшік бұл сіздің реагенттеріңіз. Яғни бұл 2 ингредиентті қолданып, сіз өнім жасайсыз, бұл өнім бізде сэндвич. Енді сізге 28 тілім нан және 11 тілім ірімшік берілген болса, онда осы ингредиенттердің мөлшерін қолданып, қанша өнім жасауға болады, яғни қанша сэндвич жасауға болады екен. Бұл видеоны паузаға қойып, бұл есепті шығарып көруіңізге болады. Егер сіздің жауабыңыз 11 сэндвич болса, бұл дұрыс жауап. Бұл есепті шығару үшін, мысалы, 28 тілім нанды алайық. 28 тілім наннан сэндвич жасау үшін көріп тұрсыз, сізге 1 сэндвичке 2 тілім нан және 1 тілім ірімшік қажет. Яғни 28 тілім нанға бізге 14 тілім ірімшік қажет екен. Алайда бізде тек қана 11 тілім ірімшік қолымызда бар. Сол себепті 28 тілім наннан біз толығымен сэндвич жасай алмаймыз. Сонда біз ірімшікті қолданып жасайық. 11 тілім ірімшіктен сэндвич жасау үшін бізге 22 тілім нан қажет. Және осы мөлшерден бізде 11 сэндвич қалады. Біз 22 тілім нанды қолдандық және барлығы бізде ең басында 28 тілім нан болғандықтан бізде 6 тілім нан қалып қояды. Яғни 11 сэндвич бізде 22 тілім наннан және 11 тілім ірімшіктен тұрады екен. Енді бұл түсінікті біз химияда да қолдана аламыз. Химиялық реакцияда бізде 2 реагенттің мөлшері берілген болса, онда химиялық реакцияда толығымен жұмсалатын реагентті біз шектеуші реагент деп атаймыз. Себебі ол екінші реагентпен салыстырғанда реакцияға толығымен жұмсалады. Мына мысалда бізде толығымен жұмсалған ірімшік болды. Сондықтан ірімшік бізде бұл химиялық реакция болатын болса, шектеуші реагент болып келеді. Ал екінші реагент кейде артық мөлшерде алынуы мүмкін. Бұл мысалда бізде 28 тілім нан бұл артық мөлшерде алынған реагент болды. Себебі 11 тілім ірімшік үшін бізге тек қана 22 тілім нан қажет. Және сэндвичті жасап болғаннан кейін біз өнімді алып болдық және бізде 6 тілім нан қалып қойды. Яғни реакциядан кейін шектеуші реагент бізде толығымен жұмсалады. Реакция өтіп болғаннан кейін, яғни екі реагент бір-бірімен әрекеттесіп болғаннан кейін, шектеуші реагенттің мөлшері 0-ге тең болады. Шектеуші реагент толығымен жұмсалған кезде реакция тоқтайды, себебі бір реагенттің жеткілікті мөлшері болмаған кезде екінші реагент онымен әрекеттесе алмайды. Ал екінші реагент артық мөлшерде алынатын реагент, ол шектеуші реагентпен белгілі бір стихиометриялық, яғни мольдық қатынаста жұмсалады және оның біраз мөлшері реакциядан кейін қалуы мүмкін. Жаңағы мысалда бізде 6 тілім нан қалып қойды біз өнімді алып болғаннан кейін. Мына мысалды тағы да қорытындылайтын болсақ, 11 тілім ірімшік бізде шектеуші реагент, ал 28 тілім нан бізде артық мөлшерде алынған реагент болып келеді. Енді тап осы түсінікті қолданып, біз химиялық реакцияны әлі бастамайық, біз оны тағы да бір қарапайым мысалмен шығарып көрейік. Мысалы, сізге әрқайсысы бір шампур, яғни іспара, 4 саңырауқұлақ және 3 сиыр етінен тұратын кебаптардың максималды санын жасағыңыз келеді делік. Онда сізде 4 шампур, 12 саңырауқұлақ, 15 сиыр еті болса, онда сіз неше кебап
жасай аласыз. Маған берілген ингредиенттердің саны мына суретте көрсетіліп тұр. Яғни бізде 4 шампур, 12 саңырауқұлақ және 15 сиыр еті беріліп тұр. Бір кебаб жасау үшін бізге 1 шампур, 4 саңырауқұлақ және 3 сиыр еті керек екен. Енді бізге 4 шампур беріліп тұр. 4 шампурға қанша ингредиент қажет екен, біз мына теңдеуден санап көрейік. Яғни 1 шампур үшін маған 4 саңырауқұлақ қажет. Онда 4 шампур үшін маған 4 есе көп, яғни 16 саңырауқұлақ қажет екен. Сонымен қатар 1 шампурға біз 3 сиыр етін қадаймыз. Онда 4 шампур үшін бізге 12 сиыр еті қажет екен. Енді біз осы мөлшерді берілген мөлшермен салыстырып көрейік. 4 шампур бізде бар. Бізге 16 саңырауқұлақ қажет 4 шампур үшін. Алайда бізге тек қана 12 саңырауқұлақ беріліп тұр. Яғни саңырауқұлақтардың саны бізге жеткіліксіз. Сонымен қатар бізге 12 сиыр еті керек. Бізге 15 сиыр еті беріліп тұр. Яғни сиыр етінің мөлшері жеткілікті. Саңырауқұлақтардың саны жеткіліксіз болғандықтан бізде 4 шампурдан 4 кебаб шыға алмайды. Сол себепті біз енді тап осылай тек қана саңырауқұлақтардың саны бойынша қанша кебаб шығатынын санап көрейік. Енді бізге 12 саңырауқұлақ беріліп тұр есептің берілгені бойынша. 12 саңырауқұлақты қадау үшін маған тек қана 3 шампур қажет. Және 3 шампурға мен 1 шампурға 3 сиыр етін қадай аламын. Яғни 3 шампурға мен 9 сиыр етін қоя аламын. 3 шампур, 12 саңырауқұлақ және 9 сиыр етін біз берілген мөлшермен салыстырып көрейік. Маған 4 шампур берілгендіктен 3 шампур жеткілікті. Маған 12 саңырауқұлақ жеткілікті және маған тек қана 9 сиыр еті қажет, 15 сиыр еті беріліп тұр. Сондықтан сиыр еті де бізде жеткілікті болып келеді. Осы мөлшерден бізде 3 шампурдан, яғни 3 кебаб шығады екен. Яғни жауабымыз 3 кебаб болады. Мына суретте көрсетіліп тұрғандай бізде 3 шампур қолданылды. 1 шампур бізде артық қалды, себебі саңырауқұлақтар саны жеткіліксіз болды. Және 6 сиыр еті де қалып қойды. Бұл мысалда бізде шектеуші реагент саңырауқұлақ болып келеді. Себебі біз кебаб жасап болғаннан кейін бізде саңырауқұлақтардың саны 0 болды. Яғни көріп тұрсыз, саңырауқұлақтардың саны қалып қойған жоқ. Іспара немесе шампур және сиыр еті бізде артық мөлшерде алынатын реагент болып келеді. Ал енді химиялық реакциямен байланысты мысалдарды шығарып көрейік. Бізге мынандай реакция беріліп тұр. Көміртек монооксиді 2 моль сутекпен әрекеттесіп, бізде метанол түзіледі. Егер бізге 5 моль көміртек монооксиді берілген болса, мына суретте біз молекулалық деңгейде көрсетіп тұрмыз, яғни 5 молекула, және 8 моль сутек берілген болса, міне көріп тұрсыз, 8 молекула мына жерде. Онда осы мөлшерден қанша метанол түзіледі екен? Енді бұл есепті шығару үшін біз әрдайым стихиометриялық қатынасты ескереміз. Стихиометриялық қатынас бойынша 1 моль көміртек монооксиді 2 моль сутекпен әрекеттесіп 1 моль метанол түзіледі. Енді берілген 5 моль көміртек монооксидімен әрекеттесу үшін қанша сутек керек екенін санап көрейік. Яғни маған 5 моль көміртек монооксиді берілген болса, реакция бойынша стихиометриялық қатынасты қолданайық. Стихиометриялық қатынас бойынша бізде 1 моль көміртек монооксиді үшін 2 есе көп, яғни 2 моль сутек қажет. Сіз мына жерге x деп қойып, пропорция арқылы шығара аласыз. Немесе мен мына стихиометриялық қатынасты қолданайын, яғни маған 2 есе көп мөлшер керек. 5 мольге маған 10 моль сутек қажет екен. Енді осы стихиометриялық қатынас бойынша керекті сутек мөлшерін біз берілген сутек мөлшерімен салыстырайық. Маған реакция жүру үшін 10 моль сутек қажет,
алайда берілгені бойынша менде тек қана 8 моль сутек. Сондықтан маған сутек жеткіліксіз болып келеді, мен бұл қатынасты қолдана алмаймын. Керісінше енді біз сутек бойынша есептеп көрейік. Егер бізде 8 моль сутек берілген болса, реакция үшін бізге қанша көміртек монооксиді қажет екен? Стихиометриялық қатынас бойынша 2 моль сутекке бізге 2 есе аз, яғни 1 моль көміртек монооксиді қажет. Егер менде 8 моль сутек берілген болса, маған 2 есе аз, яғни 4 моль сутек қажет. Біз оны стихиометриялық қатынас арқылы көріп тұрмыз. Бізге реакция үшін 4 моль көміртек монооксиді және 8 моль сутек қажет екен. Берілгені бойынша маған сутектің мөлшері жеткілікті және көміртек монооксидінің да мөлшері жеткілікті, себебі менде 5 моль көміртек монооксиді бар. Ал реакция үшін сізге тек қана 4 моль қажет. Бұл реакцияда көміртек монооксиді және сутек мынандай мөлшермен әрекеттеседі. Енді біз осындай кестемен танысамыз. Егер сізге осындай типті есеп келген болса, яғни екі реагенттің де мөлшері берілген болса, онда мынандай кесте толтыру арқылы сіз қанша реагенттің толығымен жұмсалғанын және реакциядан кейін қандай реагенттің артық мөлшерде қалғанын сіз таба аласыз. Бұл үшін біз бірінші химиялық реакция теңдеуін жазып аламыз, сосын стихиометриялық қатынасты жазамыз, және содан кейін біз реакцияның басында әрбір реагенттің қанша зат мөлшері бар екен жазамыз. Берілген бойынша бізге көміртек монооксиді 5 моль, сутек 8 моль, және бұл реакция басындағы зат мөлшер болғандықтан метанолдың зат мөлшері 0 моль болып келеді, себебі ол әлі түзілген жоқ. Енді өзгеріс дегеніміз бұл стихиометриялық қатынас бойынша қанша реагент жұмсалады және қанша мөлшер өнім түзіледі. Біз жаңа тапқандай бізде 8 моль сутек жұмсалады және стихиометриялық қатынас бойынша бұл үшін бізге 4 моль монооксиді жұмсалу қажет. Бұл кестеде мен көміртек монооксиді мен сутектің алдына минус таңбасын қойдым. Бұл минус таңбасы осы реагенттердің реакция барысында жұмсалғанын көрсетеді. Яғни реакция кезінде осы реагент, екі реагент бір-бірімен әрекеттескен кезде олардың мөлшері төмендейді. Сол себепті біз мына жерге минус деп қоямыз. Ал стихиометриялық қатынас бойынша 1 моль көміртек монооксидінен бізде 1 моль метанол түзіледі, яғни 1-1 қатынас. Сондықтан бізде 4 моль көміртек монооксиді жұмсалған кезде тап солай 1-1, яғни 4-4, менде 4 моль метанол түзіледі, және көріп тұрсыз, мен оның алдына плюс қойдым, себебі ол реакция барысында түзіледі. Яғни реагенттердің алдына біз минус таңбасын қоямыз өзгеріс кезінде, ал өнімнің алдында плюс таңбасын қоямыз, себебі ол реакция барысында түзіліп жатыр. Енді реакциядан кейін қанша мөлшер қалғанын жазу үшін біз мына екі санды бір-біріне қосамыз. Яғни 5-тен 4-ті аламыз, бізде 1 моль қалады. 8-ден 8 алғанда бізде 0 моль сутек қалады. Және 0-ге 4 мольді қосатын болсақ, бізде 4 моль метанол түзіледі екен. Бұл кестеден көріп тұрғандай, бізде реакциядан кейін сутектің мөлшері қалған жоқ. Яғни бізде сутек толығымен жұмсалып жатыр. Сутек бізде сондықтан шектеуші реагент болып келеді. Ал көміртек монооксиді реакциядан кейін 1 моль қалды. Сондықтан көміртек монооксиді бізде артық мөлшерде алынған реагент болып келеді. Келесі біз көріп тұрмыз кестеден реакциядан кейін бізде 4 моль метанол түзіледі. Яғни мына суретте көрсетіліп тұрғандай, бізде берілген мөлшерден 4 моль метанол немесе 4 молекула метанол түзілді, және 1 моль көміртек монооксиді әрекеттеспей қалды, және ол мына жерде 1 молекула ретінде көрсетіліп тұр. Енді осы түсінікті қолданып келесі есепті шығарып көрейік. Аммиак көрсетілген теңдеу бойынша азот пен сутектің әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі. Бұл теңдеу таныс. 1 моль азот 3 моль сутекпен әрекеттесіп, бізде 2 моль аммиак түзіледі. Массасы 35 грамм азот
және 12,5 грамм сутек әрекеттескенде түзілетін аммиактың массасын есептеңіз. Қай реагент бізде артық мөлшерде алынғанын табу керек, және реакция аяқталғаннан кейін оның қанша бөлігі қалатынын табу керекпіз. Бізге 35 грамм азот және 12,5 грамм сутек беріліп тұр. Яғни екі реагенттің массасы беріліп тұр. Алайда біз масса арқылы қай реагент шектеуші және қай реагент артық мөлшерде алынғанын таба алмаймыз. Сол себепті бізге ең бірінші қадам, біз оны өткен видеода үйрендік. Ең бірінші қадам бұл берілген заттың массасы берілген болса, біз оның зат мөлшерін табу керекпіз. Бірінші біз азоттың зат мөлшерін табайық. Зат мөлшерді табу үшін біз оның берілген массасын оның малярлық массасына бөлеміз. Яғни 35 грамм азотты малярлық массасы 28 грамм моль бөлетін болсақ, бізде 1,25 моль азот бар екен. Келесі сутектің зат мөлшерін табайық. Бұл үшін берілген 12,5 граммды біз оның малярлық массасына, яғни 2 грамм мольге бөлеміз. Бізде 6,25 моль сутек мөлшері бар екен. Енді осы екі зат мөлшерді қолданып және реакциядағы стихиометриялық қатынасты қолданып, біз осы екі заттың қандай мөлшерде әрекеттесетінін табайық. Бұл үшін біз бірінші берілген зат мөлшерді жазып алдық мына жерге, және мен олардың стихиометриялық қатынастарын мына кестеге толтырдым. Бірінші біз берілген азоттың зат мөлшері арқылы 1,25 моль азотпен әрекеттесу үшін қанша моль сутек қажет екенін табайық. Реакция стихиометриясы бойынша 1 моль азот үшін 3 моль сутек керек, яғни 3 есе көп бұл. Сондықтан 1,25 моль азот үшін маған да 3 есе көп сутек қажет. Тап солай сіз оны пропорция арқылы шығара аласыз, немесе мынандай қатынас арқылы шығарып көрейік. 1,25 3 есе көп бұл 3,75 моль. Яғни менде 1,25 моль азот бар болса, маған бұл реакция жүру үшін 3,75 моль сутек қажет. Енді берілген сутектің мөлшерімен салыстырып көрейік. Маған 1,25 моль азот берілген, 1,25 моль азот әрекеттеседі. 3,75 моль сутек қажет, берілгені бойынша менде 6,25. Бұл маған жеткілікті болып келеді. Яғни берілген азоттың мөлшері мынандай сутек мөлшерімен әрекеттеседі екен. Енді керісінше біз тек қана салыстыру үшін маған 6,25 моль сутек берілген болса, онда қанша моль азот қажет екен? Стихиометрия бойынша маған 3 есе аз азот қажет. Яғни 6,25-ті 3-ке бөлетін болсақ, бізге 2,8 моль азот қажет екен. Көріп тұрғандай, азоттың берілген мөлшерімен салыстырсақ, бізге мынандай мөлшер жеткіліксіз болып келеді. Яғни мынандай қатынаста олар әрекеттеспейді, алайда мынандай қатынаста олар әрекеттеседі екен. Яғни 1,25 моль азот 3,75 моль сутекпен әрекеттеседі. Енді біз оны мына кестеге толтырайық. Яғни өзгеріс бізде минус 1,25 моль азот әрекеттеседі. Стихиометрия бойынша бұл үшін минус 3,75 моль сутек қажет. Және енді тағы стихиометрияға назар аударып көрейік. 1 моль азоттан 2 есе көп аммиак түзіледі. Яғни 1,25 моль азот жұмсалса, менде 2 есе көп аммиак түзіледі. 1,25-ті 2-ге көбейтетін болсақ, бізде 2,50 моль аммиак түзіледі екен. Реакция аяқталғаннан кейін 1,25-тен 1,25 алатын болсақ, бізде 0 моль. 6,25-тен 3,75 алатын болсақ, 2,50 моль.
және 0-ге 2,5 қосатын болсақ, 2,5 моль аммиак түзіледі. Енді бұл кестеден көріп тұрғандай, реакцияның аяғында бізде азот қалған жоқ, яғни азот толығымен жұмсалды. Бұл не деген сөз? Азот бізде шектеуші реагент. Ал сутектің реакциядан кейін сутек 2,5 моль мөлшері қалғандықтан, сутек бізде артық мөлшерде алынған реагент. Яғни, қайсысы артық мөлшерде алынды? Бұл бізде сутек. Және реакциядан кейін бізде 2,5 моль сутек қалды. Егер оның массасын тапқымыз келсе, біз осы зат мөлшерді оның молярлық массына көбейтеміз. Және бізде 5 грамм сутек қалады екен. Яғни реакция басында менде 12,5 грамм сутек болды, және 5 грамм қалды. Яғни реакцияға 7,5 грамм сутек жұмсалды. Енді бізге сонымен қатар түзілген аммиактың массасын табу керек. Аммиактың зат мөлшері 2,5 моль. Аммиактың массасын табу үшін мен табылған 2,5 мольді оның молярлық массасына, яғни 17 грамм мольге көбейтемін. Моль бізде қысқарады. 17-ні 2,5-ге көбейтетін болсақ, бізде 42,5 грамм шығады. Яғни жауабымыз 42,5 грамм аммиак. Және келесі жаттығу, массасы 14 грамм кальциймен қалыпты жағдайда көлемі 1,12 литр азот әрекеттесті. Нәтижесінде неше грамм кальций нитриті түзілетінін және қай заттан қанша мөлшер артық қалғанын есептеу керек. Біз бірінші реакция теңдеуінен бастайық. Яғни кальций, ол қалыпты жағдайда бізде қатты зат. Азотпен әрекеттескен кезде, азот қалыпты жағдайда бізде газ. Бізде кальций нитриді түзіледі. Кальций 3N2 және бұл қатты зат болып келеді. Себебі бұл тұз. Енді реакцияны теңестірейік. Реакцияның сол жағында 2 атом азот, реакцияның оң жағында 2 атом азот бар. Реакцияның оң жағында 3 атом кальций, ал реакцияның сол жағында 1. Сондықтан мына жерге біз 3 коэффициентін қоямыз. Енді бізге осы кальцийдің 14 граммы беріліп тұр, және азоттың көлемі қалыпты жағдайдағы беріліп тұр. Бізге қай зат артық және қай зат шектеуші реагент екенін табу үшін бізге олардың зат мөлшерлерін салыстыру керек. Сондықтан біз масса мен көлемді зат мөлшерге көшірейік. Бірінші кальцийден бастайық. Оның берілген массасы 14 граммды. Біз оның молярлық массасы, яғни 40 грамм мольге бөлеміз. Бізде грамм мен грамм қысқарады. Сонда бізде кальцийның зат мөлшері 0,135 моль. Енді азоттың зат мөлшерін табайық. Бұл үшін оның берілген қалыпты жағдайдағы көлемін біз молярлық көлемге бөлеміз. Қалыпты жағдайда кез келген газдың молярлық көлемі 22,4 литр бөлінген мольге тең. Литр қысқарады және жауабымыз 0,105 моль. Яғни бұл менде екі реагенттің берілген мөлшері. Келесі біз стихиометриялық қатынасты жазып шығайық. Бізде 3 моль кальций, 1 моль азотпен әрекеттесіп, 1 моль кальций нитриді түзіледі екен. Енді есептің берілгені бойынша біз реакцияның басында 0,135 моль кальций, 0,105 моль азот, және реакция басында бізде кальций нитриді әлі түзілген жоқ, сондықтан оның мөлшері 0 моль. Енді осы екі зат стихиометриялық қатынасты қолданып қандай мөлшерде әрекеттесетінін табайық. Бірінші мен кальцийден бастайын. Егер маған 0,135 моль кальций берілген болса, онда қанша азот қажет екен реакция үшін? Көріп тұрмыз, стихиометриялық қатынас бойынша 3 моль кальцийге
бізге 3 есе аз, яғни 1 моль азот қажет. Яғни 0,35 моль кальций берілген болса, маған 3 есе аз, 3-ке бөлеміз, шамамен 0,12 моль азот қажет. Осы мөлшерді берілген азот мөлшерімен салыстырып көріңіз. Реакция үшін маған азот мөлшері жеткілікті ме? Көріп тұрғандай, азоттың мөлшері бізге жеткіліксіз, себебі реакция үшін маған 0,12 моль азот қажет. Алайда менде тек қана 0,5 моль бар. Сондықтан мынандай мөлшерде олар әрекеттесе алмайды. Енді керісінше біз азот арқылы тауып көрейік. Егер менде 0,105 моль азот берілген болса, стихиометриялық қатынас бойынша маған 1 моль азотқа 3 есе көп, яғни 3 моль кальций қажет. Сондықтан менде 0,105 моль азот болса, маған реакция үшін 3 есе көп, яғни 0,115 моль кальций керек екен. Берілген кальций мөлшерімен салыстырып көрейік. Берілген бойынша менде 0,35 және реакция үшін бұл жеткілікті. Сондықтан біз мынандай мөлшермен жұмыс істейміз. Яғни мына жерге өзгеріс деп жазамыз. Азот 0,05 моль жұмсалады. Бұл үшін бізге 0,115 моль кальций қажет. Және енді стихиометриялық қатынасқа тағы назар аударып көрейік. 1 моль азот жұмсалған кезде бізде 1 моль кальций нитрид түзіледі. 1-1 қатынас. Яғни менде 0,105 моль азот жұмсалған кезде 1-1 қатынаста тап солай 0,105 моль кальций нитриді түзіледі. Енді реакциядан кейін 0,35-тен 0,15 алатын болсақ, бізде 0,120 моль қалады. Азот 0 моль және кальций нитриді 0-ге 0,115 қосатын болсақ, 0,105 моль түзіледі. Енді бізге есептің берілгені бойынша қанша грамм кальций нитридін түзілгенін табу керек. Яғни кальций нитридінің массасы тең болады. Оның осы берілген мөлшерін біз малярлық массына көбейтеміз. 148 грамм моль. Моль мен моль бізде қысқарады. Және жауабымыз 7,4 грамм шығады. Бұл біздің жауабымыз. Екінші сұрақ, қай заттан қанша мөлшер артық қалғанын табу керек. Бұл реакцияда көріп тұрғандай, реакциядан кейін азот бізде толығымен жұмсалды, ол 0 моль қалды, сондықтан азот бізде шектеуші реагент, ал кальций бізде артық мөлшерде алынған реагент болып келеді, және реакциядан кейін 0,120 моль кальций қалды. Ал кальций нитриді бұл біздің реакция өнімі, және біз тапқандай оның 7,4 граммы түзіледі, егер біз осындай мөлшерде кальций мен азотты алатын болсақ. Енді бұл видеода біз сізбен шектеуші реагент және артық мөлшерде алынған реагент деген ұғымдармен таныстық. Бұл ұғымдарды тек қана сіз әрекеттесуші заттар үшін қолдана аласыз. Шектеуші реагентте біз реакцияда толығымен жұмсалған реагентті атаймыз, яғни реакциядан кейін оның зат мөлшері 0-ге тең болады. Ал екінші реагент бұл артық мөлшерде алынуы мүмкін, және ол реакциядан кейін белгілі бір мөлшері реакциядан кейін қалады. Шектеуші реагент бізде толығымен жұмсалған кезде реакция тоқтайды және өнімнің максимал мөлшері түзіледі. Яғни мына жерде көріп тұрсыз, егер бізде сутек бізде шектеуші реагент болғандықтан, сутектің барлық мөлшері жұмсалғаннан кейін бізде реакция тоқтады және 4 моль метанол түзілді. Қай реагент шектеуші және қай реагент артық болатын табу үшін сіз стихиометриялық қатынасты қолданып, олар қандай мөлшерде әрекеттесетінін табу керексіз. Егер сізде сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийіңізға жазуыңызға болады, және бұл видео ұнаса лайк батырмасын басып, біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыз.